Рахмет әріптестер, эфирде Айбат жаңалықтары, студияда Айбек Намазбаев. Елордалықтар тіс емдетуге барып, көз жұмған 2 жастағы сәбидің қазасына қайғырып, стоматология орталығына гүл шоқтарын қойып жатыр. 1,5 жыл бойы ес-түссіз жатқан Алиса есімді бүлдіршін өткен аптада көз жұмды. Арнайы комиссия стоматологтың сәбиге 4 жастан асқандарға салынатын анестетикті қолданғанын анықтаған. Соған қарамастан тіс емханасы атауын өзгертіп, жұмысын жалғастырып жатқан көрінеді. Я хочу добиться справедливости в плане того. Клиника қызметкерлері адамгершіліктен жұрда екен. Біз алып келген сыйлықтарды анасына жеткізудің орнына қоқысқа тастап жатыр. Біз әділдікті талап етеміз. Қайғылы жағдайдан кейін мұндағы ешбір қызметкер жазаға тартылмады. Тіпті 2 жасар қыздың өліміне себепші дәрігердің өзі түк болмағандай жұмыс істеп жүр. Еліміздің оңтүстігі мен орталығында да қымбаттаған азық-түлік бағасы қалыпқа келер емес. Таразда нанның бағасы тұрақты болғанымен, ұн мен ұн өнімдерінің бағасы өссе, қарағандылықтар ақтан тыйылған. Неге екенін өңірдегі тілшілеріміз айтсын. Данияр, сіз эфирдесіз. Рахмет әріптес. Осылайша қымбатшылық қос бүйірден қысқан уақытта азық-түлік бағасы да аспандап кетті. Жоғары сұрыпты 25 келілік ұн қапшығы 6 теңгеден асып 7 теңгеге жетті десек, мынандай 2 келілік ұндар 500-600 теңгенің айналасында. Жамбылда нан бағасы бұрынғысынша 90 теңгемен тоқтап тұр демесек, қалған тұтыну тауарлары шарықтап шыға келген. Мәселен, мынандай макарон өнімдері бұл өзі 1 келі екен 280 теңгеден дейді. Ал сатушы бұл баға былтыр 220 теңге болатын дейді. Ендігі сөз қарағандылық әріптесімде. Рахмет, Данияр, азық-түліктің қымбатшылығы Қарағандыны да айналып өткен жоқ. Қазір жергілікті тұтынушылар сүт өнімдерін аса қажетті болмаса сатып алуды қысқартқан. Өйткені ірімшік пен сүзбенің 1 келісінің құны 1000 мен 3500 теңге аралығында, оған әркімнің шамасы келе бермейді. Жергілікті әкімдік азық-түлік бағасы тұрақты деп есеп бергенімен, нарықта сұйық май мен қара құмық қымбаттаған. Жарма құны 12%-ке өсіп, қазір 1 келісі 340 теңгеге жетті. Ал сұйық май 1 ай бұрын 600 теңгеден сәл асса, қазір литрі 700, кей жерлерде тіпті 800 теңгеден саудаланып жатыр. Мендегі бар ақпарат осы, студия сөз кезегі өздеріңізде. Рахмет әріптестер, Тараз бен Қарағандыдағы қымбатшылықты Данияр Әлімқұл мен Аягөз Тұрсынбайдан білдік. Жалғастырамыз. Қазақстанға ауғандағы радикалдық топтардан қауіп бар. Ел ішіне ірткі салуға теріс ағым өкілдері келуі мүмкін. Сарапшылар осындай болжам жасады. Қауіптің алдын алу үшін қайтпек керек. Айбек Қосан толықтырсын. Ақш әскери күштері ауған жерін 11 қыркүйекке дейін толық босатады. Келісім сондай. Бірақ олардың кеткенін күтпей талибандар күшіне енді. Олар Ауғанстанның әскермен бетпе-бет келіп, қазірдің өзінде 50-ден астам ауданды басып алған. Ауғанстан жеріндегі қақтығыс Орта Азияны алаңдатып отыр. Қазақстан территориясы бұл елмен тікелей шектеспейді. Дегенмен Тәжікстан, Өзбекстан, Түркменстан арқылы радикалды топ өкілдері біздің елге жетуі мүмкін. Не ел ішіндегі теріс ағым өкілдері Ауғанға бағыт алады деген қауіп бар. Слабое звено — это, конечно, Туркменистан. Ең әлсіз тарап ол Түркменстан. Ауған жеріне адамдар осы ел арқылы өтуі мүмкін. Немесе керісінше осы мемлекеттің территориясы арқылы қарулы топтар Орталық Азияға бағыт алу қаупі бар. Іс насырға шапса, өзбек не тәжік шекарасы да сыр беруі ғажап емес. 2016 жыл Алматы мен Ақтөбедегі терактер есімізде. Қанды оқиғалар қайталанбай, радикалды топтардың жетегінде кететіндердің қатары көбеймес үшін нақты шаралар қажет. Критика, коррупция, жұмыссыздық, мысалға, экономикалық тұрақсыздық, биліктегі коррупцияның өзі біздің Қазақстандағы вахабилік, сәләфилік платформаның өмір сүруінің кепіліне айналып отыр. Ертең Ауғанстандағы талиптар шығып, біз көптеген провинцияны қолына алып, шынымен біз ислам халифатын құрдық, осындай бізде шариат заңымен өмір сүреміз, нетеміз десе, қайттан және адамдар соған қызығушылық білдіруі мүмкін, яғни радикалды топтарды айтамын.
Саясаттанушы Досым Сәтбаев қазір ауған жерінде талибандардан бөлек Даиш лаңкестік ұйымының да 16 мыңнан астам жақтаушысы шоғырланғанын айтады. Қазақстандықтардың бірі талибанның, бірі игилдің соңынан кетпес үшін қамдану керек екен. Первые, но это опять же, это та определенное количество людей. Топтасқан радикалды ұстанымдағы адамдар бар. Олардың бетін бері қайтару қиын. Екі ойлы болып жүрген тағы бір топ бар. Бірінші кезекте осы азаматтармен жұмыс істеу керек. Барлық сала іске кірісу маңызды. Әсіресе діни басқарма шет қалмауы тиіс. Айбек Қосан, Санат Иманғали, Айбат жаңалықтар қызметі. Ақтөбе маңынан Сармат дәуірінің теңдессіз қорымы табылды. Археологтардың айтуынша жерлеу біздің дәуірімізге дейінгі 6-5 ғасырларда жасалған. Айнала қазылған 9 қабірге бірден 20 адам дүние мүлкімен жерленіпті. Археологтар Қорайлы кентінде ай бойы қазба жұмыстарын жүргізді. Көне Сармат қорғанын толық аршып алу үшін осынша уақыт қажет болды. Ал қорымға шеңбер жасап жатқызылған адамдар әртүрлі уақытта жерленген дейді мамандар. Жауынгерлердің жерлеуі бар, әйел адамдардың жерлеуі бар. Енді бұл жаңа қойылған заттарына байланысты. Және бұл жерде бір ерекшелік, жаңа баланың сүйектері де көп табылып тұр. Енді ол кезде енді жаңағы бала өлімі де жоғары болып тұр ғой. Қорым ішінен тастан жасалған құрбандық үстелі табылды. Көне жиһаздардың аяқтары қасқырдың басына ұқсастырылып жасалған. Сармат қауымы қасқырды қасиетті жануар санағаны белгілі. Сондай-ақ мазарда Сармат әйелінің алтын әшекей бұйымдары, тарағы мен ыдыстар бар. Ол замандағы адамдар марқұмның тіршілігінде қолданған бұйымдары тіпті дүниесі қабірдегі өмірінде де қажет болады деп түсінген. Қазір жарнамадан кейін Оян Қазақстан.